Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Қажетті заттар ет, айран, тары, бидай, жүгері және құрт қажет болады. Ең әуелі бидай мен жүгеріні жақсылап жуып, үстінен қайнап тұрған су құйып, 2 сағатқа бұқтыратын боламыз. Сонан соң ет пен қазыны да жақсылап жуып, салқын суға салып, піскенше қайнататын боламыз. Міне біздің етіміз пісіп дайын болды. Енді сүзіп алып, сорпасына бұқтырылып тұрған жүгері мен бидайымызды салып, 2 сағат қайнатамыз. Ал енді осы аралықта біз пісіп дайын тұрған етіміз бен қазыны текшелеп турап дайындап алатын боламыз. Сіздерге қалай ыңғайлы болса, солай турасаңыздар болады. Наурыз көжені әр өңірде әртүрлі жасайды. Ал сіз қай өңірденсіз және сіз наурыз көжені қалай дайындайсыз? Комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Қазыны да текшелеп турап аламыз. Осы аралықта жүгері мен бидайымыз пісіп дайын болды. Ең соңында біз тарыны қосатын боламыз. Себебі тары 5-7 минутта пісіп шығады. Сонан соң туралып дайын болып тұрған етімізді салып, бір қайнатамыз да көжеміз осымен дайын болды. Дайын көженің үстінен езілген құртымызды және қажетінше айранды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің көжеміз дайын. Видео пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!